Сәлем достар, сіздермен бірге тағы да мен Айнұр Аңламасова, және мен өзімнің YouTube арнама тағы да блог түсірмекшімін, және бұл жолғы блогым ерекше болады. Қазір мен Шалқар радиосына барып, Сұңқар радио студиясында бағдарлама жүргіземін. Соның барлығын біз қалай дайындаламыз, соның барлығын түсіріп беретін боламын. Өте қызық деп ойлаймын, себебі осы радио жүргізуші болам деп армандайтын талапкерлер болуы мүмкін. Соларға бір атмосфераны сыйлағым келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, мен күтем, қуанамын. Шалқар радиосының Алматыдағы филиалы Республикалық Қазақстан телерадио корпорациясында орналасқан. Біз осы жерге арнайы өтініш хаттармен өтеміз. Яғни бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірлескен Шалқар радиосының жобасы Сұңқар радио студиясы жастар бағдарламасы деп аталады. 2023 жылы біздің университетте Шалқар радиосының кастингі өтті, және бірнеше бірінші, екінші, үшінші курстар аралығында студенттер 6-7 студент таңдалып алынды, кастингтен өттік. Осылайша біз өзіміздің жұмысымызды бастап кеттік. Біз шығармашылық топтарға бөлініп, әр аптаның сейсенбі күні эфирге шығамыз, және 20 минуттық хабарда біз кемінде 4 беттік сценарий дайындап, сонымен қатар кейіпкерлер тауып сұхбаттар аламыз. Шалқар радиосы ұлттың үн жариясы болғандықтан, белгілі бір композиторлардың, белгілі бір әншілердің ғана әні таңдалады, эфирге солар беріледі, және сценарийға да, жазуға да барлығына арнайы талаптар бар. Армысыздар ағайын. Әуе толқынында Шалқар радиосы мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетімен бірлескен Сұңқар радио студиясы. Шалқар радиосында 1 жылға жуық тәжірибе жинақтағанымызбен бүгінгі шығарылым мен үшін ерекше болды. Себебі студияға арнайы қонағымыз келіп, осы жерде сұхбат алдық. Негізі алдын ала біз бұрында сұхбаттарды дайындап, оларды өңдеп алып келетінбіз кейіпкерлерді. Кейбір кейіпкерлер келмейде онлайн сұхбаттар жазатынбыз. Ал осы саяхатқа қалай дайындалған дұрыс? Бірінші неден бастау керек? Саяхатқа дайындалу барысында біздің көпшілік келетін енді өзіміздің халқымыз, көбінесе қазақтар. Шығарылымдар жазылып болғаннан кейін ол монтажға өтеді. Ал әлемнің әр түкпірін шарлап, 60 елді аралаған саяхатшы Өркен Кенжебек Шалқар радиосындағы Сұңқар радио студиясының бір шығарылымының қалай дайындалатындығын қысқаша көрдіңіздер. Біз сұхбатты алдық, кейіпкеріміз келді. Бұйырса дүйсенбі күні барлығын жинап, сейсенбі күні эфирге жібереміз.